Сәлем достар, сіздерге жағымды жаңалық бар. Мен осы жақын арада сайт жасап үйренуге байланысты толыққанды видео курсты сатылымға шығаратын боламын. Алғаш рет қазақ тілінде видео форматта шығатын болады, яғни видео сабақтардан тұрады. Бұл курста мен шынайы серверде домен және хостинг сатып алып көрсететін боламын. Домен және хостингті қалай сатып аламыз, WordPress-ті қалай орнатамыз, тағы басқа сол сияқты барлық тақырыптар қозғалатын болады. Сайтты WordPress жүйесінде көрсететін боламын. Қазір сол курсты жасау үстіндемін. Видеолар Full HD форматта болады, яғни видео таза көрсетеді. Курста сайтты оңай жолмен көрсететін боламын. Өзімнің 4 жылдық тәжірибемді бөлісетін боламын. Бұл видео курста мен мысал ретінде блог ашып көрсететін боламын. Блогты контентпен толтыру, қауіпсіздік шаралары, блогты дамыту, яғни SEO оптимизация бәрін көрсететін боламын. Курс дайын болған кезде жариялаймын. Оны сіздер менің сайтым арқылы сатып алатын боласыздар. Курстың 2 нұсқасы болады. Бірінші нұсқа электронды нұсқа, яғни оны сіз төлем жасағаннан кейін имейлға сілтеме келеді, сол сілтемені басып курсты өзіңізге жүктеп аласыз. Екінші нұсқа физикалық нұсқа, яғни ол сіз төлем жасағаннан кейін мен сізге сол курсты флешке жазып қазпошта арқылы жіберетін боламын. Бағасына келетін болсақ, 4000 теңге мен 6000 теңгенің арасында болады. Әлі бағасы нақты шешілген жоқ, яғни бағасы қалтаға өте тиімді. Ондай болса сол курсты асыға күтетін боламыз. Қазір сол курстан үзінді көрсететін боламын. Онда достар, жазғы демалыстарыңызды жақсы өткізіңіздер. Сіздермен болған Ержігіт. Кездескенше достар. Сәлем дос, менің атым Ержігіт. Мен осы курстың авторы боламын. Алдымен сені осы курсты алып, өз біліміңе көңіл бөліп, ғаламторда өз блогыңды ашуға, сайт жасап үйренуге алғашқы қадам жасадың. Қадамың сәтті болсын. Жалпы бұл жобаны жасаудағы мақсатым, білесің, қазір ғаламторда қазақ тілінде материал табу өте қиын. Себебі қазақ тілді сайттар аз, енді қолға алынып жатыр. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында алдыңдағы курс дайындалды. Сатып алушы осы курсты аяқтап жасап болған соң өз бетінше интернетте блогын аша беретін болады, яғни сайт жасай беретін болады. Менің мақсатым соған оңай жолды көрсету. Егер де әркім осылай әртүрлі тақырыпта, мысалы адамдарға керекті тақырыптарда сайттар ашатын болса қазақ тілінде, онда қазақ тілді ғаламтор даму үстіне дами түседі. Көпті күші көл дегендей, бәріміз жұмыла кірсек, осы олқылықтың орнын толтыруға болады деп сенемін. Онда әңгімені көкке созбай іске көшейік. Келесі сабақта, кіріспе сабағында сайтты қандай платформамен жасаймыз, сол турасында айтып өтемін. Сабақ тыңдау барысында көңілді отырамыз. Онда алғаш сабағымыз бастаймыз. Кеттік.